Ат сүрініп болған жақыл тапқан ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Жалпы білесіздер, қазақта әкім бол, халқыңа жақын бол деген сөз бар. Халқына жақын болу керек әкімдерді, әсіресе ауылда қазір ел халық өзі ашық сайлауда сайлап жатыр. Елдің, халықтың назары түскен азаматтар әкім болып жатыр. Және олардың машығын арттыру үшін әкімдер мектебі құралып, олар мінекей ақпан мен мамырдың арасында оқып, іс қағазды қалай жүргізеді, мемлекеттік сатып алуды қалай жүзеге асырады, жалпы тұтас бір ауылдың әлеуметтік экономикалық ахуалын қалай арттыру керек екенін оқып біліп жатыр. Бүгінде біз тағы бір елді мекенге келдік, яки Қарағанды облысындағы Озерный ауылдық округі. 2 ауылдан құралады, 700-ден астам азаматы бар, 200-ге жуық жасы бар, 33 мүмкіндік шектеулі азаматы бар, 150-ге жуық қариясы бар. Сол азаматтардың әлеуметтік жағдайы қалай? 7 ай бұрын сайланған әкім оларға қандай жағдай жасады және әкімдер мектебінен әкім қандай сабақ алды? Бүгін мәжіліс депутаты ретінде арнайы келдім, бірге білейік. Әкімдер мектебіне бардыңыз, оқып жатсыз, не өзгерді, не білдіңіз, не түйдіңіз? Енді әкімдер оқуының негізі бастамасы жаман емес, жақсы. Бүгінгі таңда бірінші очередте бүкіл облыстық әкімдер жиналды. Бұл кезде енді шыны керек біраз жұмыс істеп жатқан тәжірибесі мол әкімдерді көрдік. Өзіміздің опыт алмасу дейді ғой. Сол жағынан кішкене кеңесіп, білмеген заттарын біліп, екіншіден қандай бағытта жұмыс істеп, қалай өзіміз ауылды көркейту деген сияқты сондай біраз мағлұматтар алдық. Нақты бір 3 категорияны атап бере аласыз? Мынаны үйрендім бүгінге дейін. Бүгінгі таңда, например, ауылдан шығатын өнімді қалай жүйелену түрде нарыққа шығарып, одан пайда алып, осының пайдасын толығымен өз халықтың қолына тиетіндей сол жалпы. Скрининг жасадыңыз ғой? Скрининг. Қандай бағыттарды күшейту керек екен? Өзімізге енді 3 бағыт таңдап отырмыз. Power BI дэшбордты арқасында сиыр сүті, тауық жұмыртқасы, картоп өнімін сол бағытта сыртқы нарыққа шығарып, қалай ауылымызға пайдасын әкелуге үйрендім. Кооператив ашу мақсатында жұмыс жасап жатырмын. Скрининг байланысты өзіме 3 бағытта ашу кооперативті. Бүгінгі таңда насихат жұмыстары жүріп жатыр ауыл арасында, ауыл тұрғындарының арасында, шаруашылық қожаларының арасында. Бүгінгі таңда 11 кооперативқа 10-15 адамнан кем емес осы оқудың барысында. Бұрында ауылдың өнімі енді шыны керек қаладан туыстары келеді, немесе таныстары келеді, сол жаққа беріп жүріп отырады, олар келіп алып кетіп өтеді, картошка болсын, жұмыртқаны болсын. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер ғой, үйдің продукциясы ол қазір тренд. Үйдің сол оқу барысында мемлекеттік госзакупки несі бар, сайты бар ғой, самұрық қазына сайты бар. Сол біздің тарапта үйреткені сол кіріп, ол кезде әрбір мекемелер республика бойынша бар, олар, которые снабжение, продукция объявлять ететін. Сол объявлять еткен продукцияларны қараймыз, біздің бар өнімімізді оларға уже кооператив ашсақ, кооператив деген уже юридический лицо ғой. Юридический лицо болғаннан кейін олар уже жаңағы тендерға қатысалады. Тендерға қатысып өз бағасын, тиімді бағасын қояды, отқан жағдайда продукциясы толық мөлшерде сол кісілерге сатады. Нақтылы қадамдар жасау керек, себебі енді біз білеміз, былтыр су тасқынынан кейін жастардың кәсіп ашуына мүмкіндік беретін микрокредиттер бар еді, олар енді қаржы министрлігінен қаражат болмай тоқтап қалды. Өкініштісі. Осындай маңызды енді өкінішке орай жағдаяттар бар. Мына ауыл ел бесі бойынша сіздерде аулалар бар ма алған? Осы бағдарлама аясында кредит алып жатыр. Нәтижелер жаман емес, мал өсіріп жатыр, балық аулау шаруашылығы бар. Сол балық аулау шаруашылығын ары қарай дамытып, балық аулаушылардың санын келуін көбейтіріп, белсенді азамат бар, қожалық шаруашылығы бар. Ол кісі енді рыбацкий дом дейді, сондай ашып, ары қарай ауылымызға жақсы бір дамуға серпін болады деп ойлаймын. Осы қазір таңда осы бағдарламасы аясында осы кәсіп ашылып, бізге де экономика жағынан да пайдалы болады. Налог келеді, балық аулаушылардың келуінің саны көбейіп жатса, ол кісілердің дүкенге келген пайдасы бар. Әкімдер мектебінің енді міне скрининг жасадыңыз, кооператив құрдыңыз, одан кейін тұтас экономикалық жоспар жасау ғой. Енді осы кооперативтердің негізінде алып экономикалық жоспар жасау керек, тиісінше салық та көбейеді жаңағы. Әрине, сол. Тұтас былай қарағанда алдағы жылдарға сіздің нақты атқаратын жұмыстарыңыз, басатын қадамдарыңыз дайын болады, ол дұрыс емес пе? Әрине. Енді 13 мамырда аяқтайсыздар, оған нақты қадам керек болып тұр ғой. Иә.
соны жасақтап әкеліп енді сіздер көрсетулеріңіз керек деп ойлаймын. Тәжірибелі әріптестеріңіз ауыл әкімдері де бар шығар енді бұрыннан жұмыс істеп жатқан. Өткенде бір 12 жыл әкім болып жатқан азаматпен кездестім. Ол азаматтармен енді пікір алмасасыздар, тәжірибе алмасасыздар, ол енді өте маңызды. Жаңа жиынның негізі жаңа әкімдер оқуының бір жақсы жағы сол. Сіздерде кәсіпкерлер көп, байқаймыз, қарадық жаңа, сондықтан да бұның бәрінің азаматтар, жергілікті жердегі азаматтар мысалы жұмыс істеу керек. Біз айттық қой, мемлекетте мысалы білесіз, бұрын ана мұнай компаниялары, басқа компаниялар келеді, мысалы ақш-тан келетіні бар, Үндістаннан, құрылыс компаниялары, басқалар келеді. Келген кезде қатарда қарапайым жұмысшыға дейін шетелден алып келеді. Мысалы соған байланысты көптеген білесіз, әлеуметтік дүмпулер болды. Содан кейін біз айттық қой, инженеріңді, механикіңді, бір сұмдық мамандарыңды әкел, бірақ 3-4 категорияда қатардағы жұмысшыларды біздің азаматтарды алуың керек. Одан кейін сен басшылық құрамда болсаң, ана механик басқа болсаң, біздің азаматтарды үйретесің, сосын кетесің дедік. Сол секілді мына ауылда да, мысалы сізде кәсіпкерлер бар ма, олар өзге облысты, өзгені тартпай, осы жердегі азаматтарды жұмыспен қамту керек. Бұл біріншіден жұмыссыздық мәселесін жояды, екіншіден әлеуметтік әлжуаз отбасыларды азайтуға мүмкіндік береді, үшіншіден түсетін салықтар көбейтеді. Және бұл ең бастысы, мен ойлаймын, бәрінің ең бастысы шынайы есебі болу керек. Ана баяғыдағыдай ескі Қазақстан 30 жылдағыдай өтірік есеп, өтірік жаңағы отчет беру деген нәрседен көрдік қой қанша жапа шектік. Соған бармауымыз керек.